Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 15 қаңтар. 15 қаңтарда бүгін машина базарда машина аз жоташы. Мына қымбат жаттағы машиналар тұрады, тұрса ше. И ана жақта тастап кетеді. Өзі апта сайын жаңарып тұрады. Мына осы жақта жаңарып тұрады. Полный бәрін түсіріп шығам қазір. Біраз жаңа машиналар келген шығар, енді көрейік. Екі Грандеор бір-біріне қарама-қарсы тұр екен. Бір адамды секілді тұр енді. Енді Грейнджер дейді. Грейнджерде оқылады негізі. 2.4 бензин екен, телефон нөмірі мынадай міне. Свежий доставлен из Кореи дейді. Бағасын жазбапты. Келесі Hyundai Grandeur 2011 жылғы 3 литр объемы. 8 миллион 200 деп қойыпты. Телефон нөмірі мынадай. 2011 жылға 8 миллион, қалай өзі? Сразу комментарийге жаза кетіңіздер, қалай нормально жоқ болмайды деген секілді. Правильно, бұл Кореяның люкс машиналары ғой. Сіздерге осы Grandeur ұнай ма, әлде Palisade көбірек ұнай ма? Келесі Chevrolet Malibu 2013 жылғы екен, автомат, 74 пробег, 7 миллион 800 деп тұр. Родная краска 100% дейді. Телефон номері мынадай мінекей. 7 миллион 800. Бұл Грандеурге қарағанда қалай өзі? Нормально ма? Айдап көрген кісілер болса жаза кетіңіздер сразу. Ой, газ жоқ екен. 2016 жылғы 2.5 объем, 65 мың пробег, бензин екен, 7 миллион 700. Телефон номері мынадай. $7 миллион 700 бағасы. Амна Hyundai'дың несі жазылмапты, ешқандай қағаз қалдырмапты бағасын. Chevrolet Monza 2023 екен, 7 миллион 300 деп тұр. Пробег 45 деп қойыпты. Бір ретте мынау түсірген едім ғой, пробег 0 деп тұрған еді негізінде. Мінекей 1.5. Бұл біраз болды деймін тұрғанына жота ше. Бір айдай болып қалдым өзі. $7 миллион 300 деп тұр бұл Монзаны. Онда бір 14 тұр. Қоңыр түсті ма, қызыл ма, қалай өзі? 2012 жылғы екен, 1 миллион 900 дейді. Телефон номері мынадай. Родная краска деп қойыпты. Chevrolet Aveo 2013 жылғы 3 миллион 200 дейді. Мен ойымша нормаль баға енді мұна алпауыттардың жанында ше. 1.6 объем әрине, и механика екенде бірақ. 707 050 60 39. Так. Chevrolet Aveo 2013 жылғы 3 миллион деп тұр ғой, я. Саудасы бар шығар. 3 миллион 200 деп тұр. 200 түсетін шығар енді. Aveo негізі өз басым ұнайды ше. Как не сияқты ғой, R3 сияқты ғой тура ше. Соның базасы. Келесі Nissan Qashqai 2014 жылғы 6 миллион 950 дейді. Бензин, автомат екен. Телефон номері осындай. Келесі Monza 2024 жылғы новый екен. Бағасын жазбапты бұның. Банк 100% привет дейді. Приветствуется дейді. Телефон номері мынадай.
мінекей осындай болып тұр. Келесі Nissan Qashqai 2010 жылғы продам деп қойыпты ғой. Телефон нөмірі мынадай. Автомат шығар, надеюсь. Телефон нөміріне звондап хабарласып көріңіздер. Ана Nissan X-Trail ше әлі тұр екен ғой. Жақсы, жалғастырамыз, кетті, келесін. Мында бір Nissan Juke. Бұл Juke 2013 жылғы екен, 6 миллион 200 дейді. 1.6 объем, автомат, бензин, 701 450 22 59. 2013 жылғы Nissan Juke. Как вам? Комментарийді сразу жазып кетсеңіздер. Не стоит? Тағы бір Nissan Juke 2013 жылғы 5 миллион 900 деп тұр ғой. Ё-моё. 1.6 автомат, 701 450 22 59. Енді бұлар сол жылдары ше осындай бағамен шықты ма негізінде? Осы салоннан көргендер бар ма? Мен білем, мына Nissan Qashqai'ларды что мен әпшем алып көрген оны ше. Бірақ ондай баға, қазір тұрған бағада алған жоқ та салоннан ол кезде. Ол қалай деп қаласың да. Келесі Nissan Juke 2012 жылғы екен бұл. Бірақ 6 миллион деп тұр ғой бағасы. Пробегін жазбаған. Неге жазбайтын, шошып кете ма деп ойлайма енді. Пробег точно айналып кетеді 2012-ден бері. КПП автомат, телефон номері мынандай. Хабарласып, біліп көріңіздер. Мында Renault тұр екен. Родная краска дейді. 2019 жылғы 1.6 объем, 5 миллион 900 дейді. Телефон номері мынадай и автомат екен. Жанында Nissan Qashqai тұр. 2012 жылғы 4 миллион 980 мың дейді. 2 екен объем. Телефон номері мынадай. 2012 жыл 4 миллион 900 деп тұр. Жанында Nexia R3 Chevrolet дейміз ба, қалай? 2022 жылғы 1.5 объем, 48 мың пробег дейді. 4 миллион 750 701 790 77 76. Nexia 2 2013 жылғы 2 миллион деп тұр бағасы. Срочно дейді. 1.6. Әрине. Міне телефон номері. Оның жанында тағы да бір Nexia тұр екен. Түсіре кетейік. 2014 жылғы екен, 2 миллион 500 дейді. Негізі Алматтан іздесек жақсысын табамыз ше. Бірақ бұл люкс екен. Мен Алматтан осында 2014 жылғы простойларын көрдім да. Просто колесадан. Телефон номерін қарап алыңыздар. Колесадан көрдім. Ояқта андай миға кіретін бағалар екен де Алматыда. Бізде неге осындай өзі? Түсінемін енді, алып сатарлар сатады. Өзін күн көру, бала шағаны асырау үшін. Сонда да енді біздің Шымкентке айлық тұрғысынан қарағанда сұмдық баға ғой бұл. Мына Ниваны көрейік. 2013 жылғы 1.6 дейді объемы. Бұл 1.7 болмайды бет негізінде. 1.6 бола бере ма? Механика, әрине, автомат. Мынау 2 миллион 800 дейді бағасы. Телефон номері мынадай. Бұл Нива қалай аталады? Комментарийге дәл қазір жаза кетіңіздер. Біздің көрермендер қаншалықты жақсы біледі екен, көрейік. Мында бір Mercedes тұр екен. 2 куб дейді, 1.8
Ой, 1,8 миллион дейді, в общем, мәссаған. Телефон номері мынадай. 2 куб екен. Nexia 1 2005 жылғы 1,500,000 дейді бағасы. 771 796 56 13. Nexia 2 2014 жылғы 2,500,000 дейді. Также сондай. Мінекей. Телефон номері мынадай. 2,500,000 деген енді. Былай қарап тұрсаң, масқара ғой. Nexia 2 2011 жылғы екен, 1,850,000 дейді ғой. 707 424 1484. Ну неге осындай бұлар? Айтыңдаршы. 2011 жылғы да 1,850,000 дейді. Ары кетсе бізде 100-ындай түседі да. 1,700,000-ге болады сөйтіп. 14 бағасын жазбаған, телефон нөмірін ғана жазып кетті. Жылы да жоқ, бағасы да жоқ, пробегі де жоқ. Келесі Sonata ма? Бұл да телефон нөмірін қалдырып кетті деп қана. Мінекей. Келесі Kia K5. Бұл тек телефон нөмірін қалдырып кетіпті да, жылын жазып кетті мінекей. Алдын болған беді, болмаған беді, есімде жоқ ше. 2017 жылғы екен. Сыртта тұрған Kia Morning 2021 жылғы 6 миллион теңге дейді. Автомат екен. Енді Sonata газ екен, 2020 жылғы 9,700,000 дейді. Телефон нөмірі мынадай. Автомат екен бұл. Шындай Sonata. 2018 жылғы 10,500,000 дейді. Телефон нөмірі мынадай. Автомат. Бұл бізде Kia K5.